Салем, достар! Это Айкерим, и сегодня мы поговорим о теме «Ценность времени». Мы часто говорим, что времени не хватает, но может быть дело не в том, что его мало, а в том, как мы им распоряжаемся. Давай вместе подумаем, почему важно ценить каждую минуту и как научиться жить осознанно, не теряя время впустую. Уақыт ең құнды, ең қымбат байлық. Оны ешкім тоқтата алмайды, ешкім сатып ала алмайды. Уақыт бұл өмірдің өзегі. Адам дүниеге келген сәттен бастап, оның уақыты санаулы. Бірақ біз көбінесе мұны тек кеш түсінеміз. Кейде телефонға телміріп, әлеуметтік желілерде сағаттап отырамыз. Кейде ренішке, өкпе мен кекке уақыт жоғалтамыз. Кейде бір жақсы істі кейінге қалдырып, ертең істеймін дейміз. Ал ертең келгенде кеш болып кетеді. Уақыттың қадірін білу, бұл өмірдің қадірін білу. Әрбір таң жаңа мүмкіндік, әрбір сәт таңдауға берілген уақыт. Сен бүгін не істесең, ертең соның жемісін көресің. Уақытты тиімді пайдалану үшін үлкен істер емес, кішкентай қадамдар маңызды. Бір кітаптың бір бетін оқу, жақыныңа жылы сөз айту, өзіңе қамқорлық жасау, осының бәрі де бос уақыт емес, өмірдің мәні. Өмірдің ең әдемі сәттері жоспарсыз келеді. Бірақ сол сәтті сезіну үшін жүрек тыныш болу керек. Уақытты қадірлей білетін адам ешқашан бос өмір сүрмейді. Бүгін тоқта. Терең демал, өз уақытыңды сез. Ол сенің қолыңда емес, бірақ оның бағытын сен анықтайсың. Уақыт сенің ең адал серігің. Ол үнсіз өтеді, бірақ артында із қалдырады. Сол із сенің өміріңнің ізі. Сондықтан оны бос сөзге емес, мәнді істерге жұмса.